Бүгін қыстың бірінші күні. Яғни 1 желтоқсан бітті, қазір 2 желтоқсан басталады. Ал біз түнделетіп қайда шықтық? Қайда? Серуендеуге шықтық. Қазір серуендеп келатырмыз, бірақ конечный пункт Магнум. Дәлірек айтатын болсақ, тамақ алуға бара жатырмыз. Иә, айлық түсті. Ол деген сөз. Магнумда шырша бар. Балнұр. Не болды? 1, 2, 3. Мейрам келе жатыр, мейрам келе жатыр. Бәрі жаңа жыл болып кетті. Жаңа жылға дайындықты бастаймыз. Фокус. 1, 2. Өзіне ұқсайтын апиталымда. Ішіп алған ғана? Что, пойдем? Жастарын қаншада ескертіп жүріңдерші бір рет айт. Нас гостиница. Бізде қар жауды. Бүгін желтоқсанның 2-сі. Және де Алматыда қар. Қалсам ба деді Алматы. Шымкентте кеше жауды біріне барлығы жазып жатқан. Немецкая пунктуальность Южного Казахстана. Сол. Алматы болса, кәдімгі типичный қазақ құсап. Бүгін жауды, я кешігіп. Біз Мерейді жұмысынан қарсы алуға барып жатырмыз. Сағат шамамен 9:30. Я және де Балнұр екеуміз ойластырып келе жатырмыз өзіміздің осы желтоқсан айында не істейтінімізді, сіздерге бәлкім қандай видеолар түсіретінімізді. Мына көлік барлық романтиканы құртты, жолдың бәрін қинап тастап. Снег идет. Снег идет. Значит, скоро Новый год. Она куртверная. Я. Бізді кім деп атайды, Балнұр, білесің ба? Ждуны. Ела картошку. Қан? Ел? Вау. Қанша ақша істедің, Мерей? Ой, ұятын түсірме дейсің. Айда. 172. Неге? Бүгін адам аз болды. Мерей, мына жердесің. Билейміз енді өшіре тұрғалы. Давайте, 1, 2, 3.
Meyram kele жатыр, meyram kele жатыр, meyram kele жатыр. Хорошо, готово. Что? Как сказочно. Не скрывает своих эмоций, однако. Жақсы деп жаңа қасымыздан бір жігіт жүгіріп өтті да. Не дейді Мери? Я в туалет хочу. Жүгіріп еще айқайлап. Я в туалет хочу дейді. Ой, ғажап күн, ғажап түн. Ой, жақсы көрем осындай кезең. Барлық қыздар Меган алдында бүйтіп жүр. Суретке түсіп, начиная Балнұрдан, заканчивая многими. Что дейсің бе? Это что-то с чем-то. Қолдарына сотка камера столға не істеп жатыр. Қалай деп айтады? Осмеливаются. Они вообще қолын шығарамай жатыр, жару. Үйге барғанша не болып қаламыз? Үйреніп па? Жоқ, үйреніп емес анау. Снеговик. Ол. Не деген суық. Мен соткам бір суреттесіп өшіп қалды. Бірақ қыс деген осындай болу керек. Дұрыс. Молодец, Алматыда деп. Мен қалыңда куртка киіп шыққанда семердің бамдан киіп. Енді мынаны киіп. Киме ол? Балнұр Мерейді ұрсып жатыр. Не деп жатыр Мерей? Нені кисең енді дейді. Аяқ жейсің дейді. Дейма, атат қыламын дейма. Куртканы киіп олады Мери. Мерей айтады да. Не дейсің Мерей? Қазір инстаграмдағы историяны көруге қорқып тұрмын деймін. Точно. Қазір барлығы бүкіл Қазақстанға хабар таратады. Алматының ауа райы туралы. Сосын ішінде біреу болады. Да мы знаем, что уже снег пошел. Не надо дейді. Мен білесіңдер ма, не істейін деп тұрмын? Ештеңе не подозреваете? Жоқ. Қараңдар. Непорочный снег. Қалай болып жатыр соған деп па? Oh no, run desinde.
Ойбай, ана келатыр бір нәрсе. Романтиканы құртатын машина. Романтиканы құртатын машина мерей. Романтиканы қопатынауға дейсек. Гермиона екеуі келеді ғой Гарри Поттерда ше. Гарри Поттердің үйіне келеді ғой, родной жеріне. Иә, туған жері. Могилаға келеді ғой мамасына. Иә, біздің тұратын жер сондай деп. Қыстың бір жақсы жері, иә. Түнде осылай жап-жарық болып тұрады. Түнде жүре беріңдер деп. Біздің адаспайсың. Иә, біздің район шын тыныш, және қарды кеміп қалды ма біздің районға келгенде. Қазір үйге кіріп шай ішеміз, иә. Или какао ішеміз. Есік таш. Позорды ешкім көрмесін. Әдем болып шыққанымды қайтайын. Қардың жинайтын сумка болсана. Қардың. Енді вообще кіргізбейтін шығарсыңдар деп. Сен кірмейсің. Жаңа жылға дайынбыз десе. Бүгін 3 желтоқсан. Және де далада қараңыздар қандай ғажап. Өте күшті, осындай қыстың сұлтанын күттік біз. Біз осындай абадоктар сатып алдық кеше. Және де алдағы уақытта видео түсіреміз. Ми болады. Тағы қандай бар, мерей көрсетсе қалғандарын. Мынандай жұлдыз бар. Мынандай не бар? Снеговик. Менікі бұға. Бұғамет деп. Не, ал дейсің. Киім әдісі. Сабақ сенес, жұмысқа кетіп жатқан жоқсың ба? Баратым. Вижу. От души. Таңертең қыздар вовсе принцесса болып тұрмайды. Мен сіздерге айтайын. Давай, Назгүл. Пока. Назгүлдің көрермендері пока. Кешігіп атам. Балнұр ұйқысынан тұрды. Және біз қазір не істемекшіміз, Балнұр? Серуендеп, қыдырып, жексенбіні от души пайдаланып келмекшіміз. Мне кофе. А? Дорогая, пожалуйста, сделай мне кофе деп отыр деймін. Жоқ, оның орнына мен какао істеймін. Бәрі көрінеді. Негізінде қыс мезгілі сондай ыстық напитоктардың, ыстық сусындардың мезгілі. Және де какао сол топ ыстық напитоктардың меніңше көшін бастайтын сусын. Сонымен дайындаймыз. Деп, Балнұр, қалай қарайсың? Мен арнамда не ашып жүрсем бекен? Рубрика кулинария десең. Міне бізде мынандай Мак Чоко деген какао. Не дейсің? Вполне возможно деп. Чем больше, тем лучше, дейсің. Бізде просто нелер үлкендеу.
какао много не бывает. Және осындай сухое молоко. Енді үстіне су құйып қой. Маны жасам. Тоқта. Менде еще маршмеллоу или маршмеллоу, кім қалай айтады. Етеміз да. Бұны. Мен шыны керек бұл нәрселердің не үшін какаоға, кофелерге көптеп салынатынын білмеймін. Онша бұл миксті прям қатты ұната бермеймін, бірақ осындай андасында болады. Міне, дайын. Мына жерде сіздерге мен влогты монтаждап бастадым уже. Абалнұр әлі боянып жатыр.